Мектеп оқулығы планшетпен алмасады. Үкімет басшысы балаларды ауыр сөмкеден осылайша арылтамыз деп отыр. Премьердің бұл тапсырмасы қашан орындалады? Жалпы бұл жоспар мәселені шеше ме? Ата-аналардың пікірі қандай? Жансұлу Жиенқұл біліп қайтты. Аяғы бас аңырамай берген. Тез кел бері. Иә, қазіргі оқушылар осылай құламау үшін ата-анасы мектепке баласымен ілесіп барады. Отандық дәрігерлер ұзақ жылдар бойы бала сөмкесінің салмағы 2,5 келіден аспауы тиіс деп дабыл қағып келеді. Бірақ мұны ешкім орындаған жоқ. Шетелдік тәжірибеге көз салып көрейік. Мәселен, ақштағы педиатрлар академиясының мәліметінше, бірінші сынып 1,2 келі, екінші сынып 1,6, үшінші сынып 2,3, төртінші сынып 2,6, 9-шы 11-ші сынып оқушыларының өзі 4 келіге дейін ғана салмақты көтеруге болады екен. Ал Қазақстанда қалай? Қызыңыздың сумкасын көтеріп келе жатсыз енді, қаншалықты ауыр қызыңызға? Өте ауыр. Школдан шығатта маған сені апаршы деп айтады. Қанша килограмм шамамен? Шамамен где-то 7-8 килограмм болады ғой. Ауыр ма саған күнде көтеріп барып келу? Кішкене ауыр. 1, 2, 3, 4 басқа нәрсе біз салмаймыз. Кейде инада сок салам, тамақ салам. Или дене шынықтыру болса, кроссовки бар, форма бар. Сәйкесінше ауырлайды, сол? Иә, ауырлайды. Кейбір кезде біз кроссовки енді киіп барады, потому что ауыр совсем. Байқасаңыздар, Қазақстанда балалардың сөмкесіне қатысты нақты нормалар қарастырылмаған. Есесіне үкімет басшысы бұл мәселені шешу үшін кітап санын азайтуды емес, әр баланың қолына планшет беруді тапсырып отыр. Балаларды ауыр сөмкеден арылту қажет. Сондай-ақ әкімдіктермен бірлесіп оқушыларды планшеттермен қамтамасыз ету мәселесін шешуді қолға алу керек. Атап айтқанда, Қазақстан халқына қорымен бірлесіп, оларды ауылдық мектептердің балалар үшін сатып алу мүмкіндігін пысықтау керек. Планшет это неправильно. Книжки это были всегда книга, как для знания книга, она всегда была. И планшет я не рассматриваю. Балан кітапты арқалап жүргеннен гөрі ғаламторда кішкене отыра алатындай соған үйренеді балдар деп ойлаймын жастайынан. Планшеттің де денсаулыққа келтіретін залалы аз емес дейтіндер де табылды. Дегенмен үкіметте, жауапты министрлікте, Қазақстан халқы қоры да планшеттің кімге және қашан берілетінін айтқан жоқ. Республиканың түкпір-түкпіріндегі бастауыш сынып оқушылары мынадай планшетпен толық қамтыла ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Жансұлу Жиенқұл, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат, жаңалықтар қызметі.